Көпшілік үшін қуанышты жаңалық. Елімізге әйгілі цирк Дю Солей циркі гастрольмен келді. Олардың Экспо 2017-ге қатысқаны өздеріңіздің естеріңізде болар. ОВО деп аталатын бағдарлама өте әсерлі шоу. Қойылым барысында көрермендер жәндіктердің қиял ғажайып әлемін тамашалады. 2009 жылы Монреаль қаласында тұсауы кесілген бұл қойылымды бүгінге дейін 40 елдің 10 миллионнан астам көрермендері тамашалады. Көрермендер көп цирктің билеттері әрине арзан емес. Біз цирк тақырыбын студия қонағы Қазақ мемлекеттік циркінің директоры, мәдениет саласының үздігі Мақсат Маратбекұлы Жайықов мырзамен одан әрі жалғастырамыз. Назар аударыңыздар. Мақсат Маратбекұлы, бүгінгі студиямызға қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді бүгін осы Қазақ мемлекеттік цирк жөнінде әңгіме айтуыңыздың сәт түсті. Жалпы осы өзіңіз жетекшілік етіп отқан цирктің бүгінгі тыныс-тіршілігі қандай? Қош көрдік. Енді бүгінгі таңда Қазақ мемлекеттік циркі ел арасында Алматы циркі деп танылған. Қазіргі таңда енді соңғы пандемия деңгейінде деп айтуға болады, қарқын дамып келе жатыр. Қарқын дамып, жыл сайын көрермендер саны, қойылымдар саны көбейіп, халықаралық басқа да цирктермен ынтымақтастығына қайтып көп гастрольдер жүріп жатыр. Ол Никулин циркі бар, әлемге әйгілі. Осы жылы атақты Италияның циркі келіп кетті, латин-американдық цирктер келіп жатыр. Сол сияқты көптеген жоспарларымыз бар және жұмыстар жасалып жатыр. Осы Қазақ циркінің ғимаратында өнер көрсеткен халықаралық деңгейдегі театр цирк өнерлерін айтып отырсыз ғой. Жалпы сіздер сыртта қай жақтарда өнер көрсетесіздер? Енді мынау Қазақ циркінің флагманы дейді ғой, қазіргі Алматы, Қазақстанның цирк өнерінің бір флагманы, бұл Алматы циркі болып танылады. Шынында Орта Азияда жақсы дамып келе жатқан цирктердің бірі. Біздің әртістер осы бір жылда әлемдік фестивальдер болады. Сол әлемдік фестивальдердің баршасына біздің әртістер қатысады. Бұл біріншіден ол фестивальге шақырту алу оған түсу біріншіден, екіншіден ол жерде жаңағындай орын алуда оңай емес. Өйткені Европада 5 мыңға жуық әртіс бар, Ресейде 5 мыңға жуық әртіс бар, Қазақстанда 350 ғана әртіс бар. Осы цирк өнерінде қызмет етіп отқан. Сондықтан сондай үлкен конкуренцияға қарамастан біздің әртістер соған конкурстан өтіп, сол жерде жеңімпаз атанып жатыр, Қазақстан туымен шығып жатыр. Және де біздің әртістер көптеген әртістеріміз шетелдік Англияда, Германияда, Қытайда өнер көрсетіп, жаңағындай біздің туымызбен шығып, осы қазақ цирк өнерін біздің жанр деп айтады, осы қазақ жанры деп, сонымен өнер көрсетіп жатыр. Негізі біз коллектив болып Тәжікстанда, Грузияда гастрольдер жасап жүрміз. Қазіргі таңда қарқынды енді жұмыс жүріп жатыр. Бұл енді сіздің цирк өнерінің шеберлеріне де тәжірибе жинақтауға бір ерекше мүмкіндік қой. Әрине, бұл жаңағы цирк әртістері жаңа халықаралық неге шыққанда, аренаға шыққанда, басқа аренаға шыққанда, басқа әртістермен бір аренада өнер көрсеткенде олар өседі. Бұл жаңағындай спорт сияқты сыртқа шығып, пікірталас, фестивальге қатысқанда бір-бірін көріп, жаңағындай тәжірибе алмасады, технологиямен танысады, және нешеден ол цирктің өзін бұрын соңды болмаған трюктер дейді, жаңағындай солардың бәрімен танысып, өздері көп тәжірибе алып келеді. Бұл да бір спорттың түрі сияқты енді қарасаңыз солай ғой. Енді бұл спорт пен өнердің будандасқан бір түрі. Бір жағының жаңа физикалық спорттық не күш керек, дайындық керек, екінші ол жаңағындай өнер керек. Ол жерде жаңағындай шығармашылық не болады, өзі қойылым болады. Сондықтан бұл кішкене екі саланы қосылған түрі деп айтуға болады. Мынау алдымыздағы шілде айында, Құдай қаласа, Алматы циркус деген халықаралық 4-ші рет өтеді, қателеспесем. Осы цирк туралы айтыңызшы. Конкурс туралы. Конкурс дейміз бе, қалай дейміз? Фестиваль деп айтады. Фестиваль. Жаңағы мен айта кеткендей әлемдік фестивальдер кестесі бар. Бұл жаңағындай қаңтар айынан басталады. Қаңтар айынан бастап, өзі Европадан басталып келе жатқанда, ол әлемдік күнтізбе дейді. Сол жерге біздің Алматы циркінің Алматы циркус фестиваль деген фестиваліміз сол неге кірген, графикке кірген. Бұл фестиваль 4-ші жыл биыл Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен өткізіліп жатыр. Осы жылғы фестивальге бізге 18 мемлекеттен келеді. 18 мемлекет, кәдімгідей үлкен мемлекеттер. Бразилия, Испания, Швейцария бәрі келеді. Бұл үлкен бір олимпиаданың бір түрі деп айтуға болады. Фестиваль келіп өнер көрсетеді.
Бұл жерге 9 мемлекеттен қазылар алқасы келеді. Бұл жаңағыдай цирктен жаңа май жігін шаққан осы фестиваль мамандар келеді. Арнайы цирк директорлары бар, импрессиар, амбассадорлар келіп, баға беріп, жаңағыдай үлкен халықаралық бір жоба болайын деп жатыр. Мақсат Маратбекұлы, менің білуімше, сіз өзіңіз де жаңа халықаралық фестивальдар туралы айтып отырмыз ғой. Сіз де соған әділ-қазылық етіп жүрсіз. Жалпы осы өнерге деген өзіңіздің түсінігіңіз қандай? Енді әрине біз жаңағыдай мен Қазақстан атынан деп айтуға болады, Қазақстан атынан көптеген халықаралық фестивальдерде жаңағыдай қазылар алқасы болып қатысып жүрмін. Европа болсын, Италияда, Будапештте, Ресейде көп жерде қатысып жүрмін. Бұл фестиваль цирк өнері деген бұл бекзада өнер ғой. Бекзада өнері қауіп қатері көп. Бұл жерде фестиваль кезінде өнер көрсеткенде көптеген әртістер сақтандыру белгісі дейді, өзі лонжа дейді, сақтандыру. Соны шешіп тастап, сол өнер көрсетеді. Әлемдік трюктер бар. Бұл адам өміріне өте қауіпті. Әрине. Сонымен көрсетіп, бұл жаңағыдай көп өзінің өмірімен неге түсіріп, қауіпке түсіріп, бірақ өнер көрсетеді. Сол арқылы халыққа, көрерменге жаңағыдай эмоция сыйлайды, әсер сыйлайды, өнер көрсетеді. Керек қой. Ол деген өте бір қиын өнердің бір түрі болып саналады. Қазіргі таңда соны біз дамытсақ деп ойлаймыз, ары қарай жаңағыдай. Бұрынғы өзіңіз білесіз, ТМД елдерінде бұрынғы советский цирк деп қалған ғой, бұрынғы Совет одағының циркі, сол мектеп қалыптасқан. Енді осы біздің Алматы циркінің 50 жыл болды, қазақ циркінің негізі 55 жыл болды. Сол 55 жылдан кейін біз енді болашақ цирк деген бар. Кішкене жаңа технология, басқа қойылымдар, басқа постановка, костюмдермен біз келесі бір қарқынды даму дәуірін жасауымыз керек. Сол бағытта біз жаңағыдай сыртқа шығамыз, басқа фестивальдерге қатысамыз, жаңағыдай тәжірибе алмасамыз. Негізі цирк өнері ол сондай. Мақсат Маратбекұлы, енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа осы цирк өте күрделі деп. Шынында да өте күрделі. Енді оған шынын айтқанның кезде нағыз шыныққан, ержүрек қыз-жігіттер келеді. Енді осы сіздердің ұжымдарыңызға жастардың көзқарасы қандай? Әртістердің. Енді бұл жас қазіргі таңда енді Республика эстрадный цирк колледжі бар. Сол жерде жаңағыдай цирк бөлімі бар. Мамандар дайындайды. Мамандар дайындайды. Ол жерде жаңа өзіміздің ветерандарымыз бар. Сол кісілер маман дайындайды. Жыл сайын келушілер, қызығушылар көп. Өйткені жаңағыдай келіп қойылым көргеннен кейін кішкентай балаларымыз бізде жаңағыдай 8 жаста, 10 жастағы әртістеріміз бар. Кәдімгі штатта жұмыс жасап, өнер көрсетіп жүр. Солардың өнерін көрген ата-ана мен бала қызығып, цирк өнеріне келгісі келеді. Көзқарас жақсы, келушілер де жақсы, жаңағыдай біз айтамыз ғой, 0+ дейміз, біз жаңағыдай жаста шектеу жоқ, өйткені жаңағыдай келушілер де көп, қызығушылар да көп. Өйткені қазіргі соңғы жылдары біздің әртістер көбісі шетелге шығып, Европаны аралап, Американы жаңағыдай көптеген гастрольге шығып жатқаннан кейін жастар қызығады. Өйткені әрине бұлар неге сапарға шығып, соны көріп, ел көріп, жер көріп, өнер көрсетіп, және де онымен қоса қаражат тапқан әрбір жас әртіске жақсы бір ынта береді деп ойлаймыз. Сондықтан қазір қызығушылар көп, келушілер көп. Әрине біз оны көркемдік кеңеспен қарап, бірақ қабылдаймыз. Дұрыс екен. Мақсат Маратбекұлы, енді сол жастар, мысалы ынталы жастар, жақсы жастар, сол циркте өнер көрсетуге құлшынып тұрған жастарды сіздер қалай іріктейсіздер, мамандарды? Енді ол үшін арнайы көркемдік кеңес бар. Ол жерде ардагерлер көп жыл тәжірибесі бар, әрбір жанр бойынша қарайды өздері. Оларға қандай жағдай жасалды сіздердің қабылданғаннан кейін? Қабылданған жұмысқа алынады, арнайы жаңағыдай жалақысы төленеді, жаңа айттым ғой, гастрольге барады. Жаңағыдай бұл мен айтамын, әрдайым бұл Алматыда, жаңа Қазақстанда бірге бір цирк, ата цирк деп саналады. Сол жерге жұмыс істеудің өзі бір бақыт болып саналады әртістерге. Бұл жерге түсушілер, келушілер өте көп. Қазақ мемлекеттік циркінің алдағы жоспары қандай? Айта кеткенде, алдағы жоспар енді біз қысқа мерзім және ұзақ мерзім жоспар деп айтамыз. Ұзақ мерзім жоспарымыз жаңағы Алматы цирк фестивалін жыл сайын өткізу. Бұл фестивальдің мақсаты біріншіден Алматыны дәріптеу, Алматы туристерді тарту, бүкіл цирк өнері арқылы Алматының, Қазақстанның өнерін, мәдениетін, дәстүрін көрсету. Жаңағыдай ал қысқа мерзімде айтатын болсақ, қазір осы алдағы фестивальді өткізу, фестивальдің бағдарламасын өткізу, және де көптеген шетелдік үлкен ұжымдар бар. Әлем соларды алып келіп Алматыға көрсетуіміз керек. Жанрлық қойылымдарымыз бар, көптеген алда Санкт-Петербургта, Минскте,
Никулинде, Москва қаласы Никулин циркінде фестиваліміз бар, Италияда Латина деген қаласында үлкен фестиваль бар, 25-ші фестиваль. Соларға қатысу, соған әртістерді дайындау, қысқа мерзім жоспарым сол, ұзақ мерзім жоспарым негізі осы Алматы циркус фестивалін және халықаралық гастрольді дамыту ғой. Жақсы, мынау дәл қазір осы күндері Алматы циркінде Цирк дю Солей деген атақты цирк өнер көрсетіп жатыр. Бір ауыз айта кетсеңіз. Алматы қаласына Цирк дю Солейдің Ово деген қойылымы келіп. Ол Ово деген қойылым анау 2009 жылы тұсау кескен екен ғой. Сондай бар, енді бұл Ово деген қойылымы келіп, өз гастрольдерін жасап жатыр. Цирк дю Солей деген 1986 жылы құрылған үлкен бір продакшн компания. Бұлардың басты мақсат жануарсыз цирк дейді. Бұлардың қазір көрсететін бағыты бұл жаңағындай театрлық, эстрадалық және цирк үш бағытты қосып, сонымен бір қойылып спектакль жасау. Негізі бұл әлемдік брендке айналған компания дю Солей деген келіп жатыр. Жаңағындай халықтың қызығушылығы бар. Біздің де әртістеріміз көбісі сол дю Солейге барып, дю Солейде қазір жұмыс жасап жатыр. Жақсы, Мақсат Маратбекұлы, енді қорытындылай келе, өздеріңіздің материалдық техникалық базасы жөнінде айтсаңыз. Материалдық техникалық базамыз қазір таңда енді мынау әртістердің ұшу эффект беру технологиясы бар. Мынау жарықтандыру, дыбыспен қамту соңғы жылдар кішкене бір жаңарттық. Негізінде заман қазір тез дамып жатыр ғой. Мынау Қытайдың нарығы бар, Ресейдің нарығы бар. Ресейде ең көп цирк орналасқан Ресейде, және цирк технологиясы деген өзі бөлек технология бөлінеді. Сол Ресейде қатты дамыған. Негізі ол заманға сай біз кішкене қолданып келе жатырмыз. Өйткені бізге фестивальге келген әртістердің бәрі сол талаптарды талап етеді. Олардың райдері бар. Соған қарай бізден қазір жабдықталған. Негізінде алдағы уақытта осы жобалық сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Циркті күрделі реставрациядан өткізу, жөндеу жұмыстардан өткізу, кейін циркті болашақ цирк будущего дейді, соны жасау, ыңғайландыру, және бұл көп функционалды платформаға айналдыру біздің жоспарымыз. Рахмет. Еңбектеріңізге тек қана сәттілік. Қымбатты көрермендер, біздің студиямызда бүгін қонақта болған Қазақ мемлекеттік циркінің директоры Мақсат Маратбекұлы.